Ашығу адам ағзасын жақсарту мен детоксикация жасаудың ең тиімді әдісі. Ашығудың пайдасы туралы түсінік сонау пайғамбарымыздың заманынан бері бар. Ашығу арқылы дене массасының салмағын бақылауда ұстауға болады және жүрек қан-тамыр жүйелерінің жағдайын жақсартып, ескі жазушылардың жаңаруына мүмкіндік бересіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дерттің алдын алу үшін тамақ рационына ерекше мән беріп, оның маңыздылығын айқындаған. Ал ғылымның өзі тек ғасыр өткен соң ғана оның дұрыс екенін дәлелдеді. Жалпы ислам қағидасы асқазанның 1/3 тағамға, 1/3 сұйықтыққа және қалған бір бөлшегін ауаға қалдырады. Бұл харахачибу жапондық принципіне, яғни асқазанды 80%-ға толтыр деген қағидаға жақын келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек Рамазан айында ғана емес, басқа күндерде де, мәселен дүйсенбі, бейсенбі күндері, әр айдың 13-і, 14-і, 15-ші күндері үздіксіз ораза ұстаған. Оны заманауи ғылым тілімен айтқанда үзік ашығу деп аталады. Медицина ғылымдары ашығудың адам ағзасына пайдасын енді ғана дәлелдеп отыр. Қазіргі кезде ашығудың түрлі әдістері бар. Күрделілігіне қарай нәтижесін көруге болады. Олай болса, ашығудың адам ағзасына тигізер пайдасын тізбектеп көрейік. Ашығу дененің физикалық жағдайын жақсартады. Ашығу арқылы біреулер артық салмақтан құтылғысы келсе, келесі біреулер өзін жеңіл әрі сергек сезіну үшін сол қадамға барады. Көп жағдайда ашығу ағзаға түрлі тәсіл арқылы оң әсерін тигізеді. Әсіресе гормондардың жұмысын реттеп, ағзадағы майдың алмасуын жақсартады. Тоқтық сезімін сыйлайды. Эндокриндік ағзадағы май талшықтары бірнеше гормондарды түзу арқылы өз қызметін атқарады. Солардың бірі лептин деп аталады. Лептин бірінші кезекте көңіл күйге әсер етеді. Ашығу және артық салмақтан арылу кезінде ағзадағы аштық сезімі мен тамақ ішкеннен кейінгі тоқтық сезімін сезінуде лептиннің рөлі басым. Ашығу кезінде лептиннің көрсеткіші алдымен төмендейді. Есесіне артық салмақпен қош айтысу барысында дәл осы гормонға деген резистенттік жанама әсер ұлғаяды. Сол арқылы адамда тоқтық сезімі пайда болады. Зат алмасуды реттейді. Бұдан өзге лептин қалқанша безіндегі гормондардың жұмысын жақсартады. Лептинге деген жоғары сезімталдық зат алмасуды күшейтеді. Егер де қалқанша безде қандай да бір мәселе бар болса, ойланбастан ашығуды әдетке айналдырған жөн. Майды ерітеді. Кетоз ағза көп мөлшерде энергия алу үшін майларды ерітіп, жеп бастағанда көп мөлшерде кетон денесі түзіледі. Бұл процесс әлбетте жасушалардың көмірсутек бойынша ашығу нәтижесінде болады. Ашығу барысында немесе пайдалы майларға бай рационмен тамақтануда кетоз күйіне қол жеткізе аласыз. Артық майлар әдетте бүйрек, бауыр секілді ішкі ағзалардың айналасына жиналады. Артық май түзілген органның жұмысы нашарлайтынын айтпаса да түсінікті. Ашығу әсіресе интервалдар арқылы ашығу арқылы кетоз күйіне енуге мүмкіндік басым. Инсулинге деген сезімталдықты арттырады. Ашығу кезінде ағза жеткілікті деңгейде глюкоза алмағандықтан инсулин аз мөлшерде түзіледі. Мұндай гормонның төмен көрсеткіші инсулинге сезімталдығы жоғары адамдарға пайдалы. Жүрек қан-тамыр жүйелерінің жұмысын жақсартады. Зат алмасу процесі нашар адамдар үшін ашығудың пайдасы шаш етектен. Зат алмасуы төмен адамдардың жүрек қан-тамыр жүйелерінде міндетті түрде проблема болады. Ашығу бірінші кезекте жүрек қан-тамыр жүйелерінің жұмысын жақсартып, қан айналымды реттейді. Артериалды қан қысымын тұрақтандырады. Қан қысымын реттейді. Ашығу кезінде әсіресе алғашқы аптада артериалды қан қысымы төмендейді. Күнделікті тұтынатын тұз бен оның ағзадан несеп арқылы шығу мөлшері төмендегендіктен қан қысымына тікелей әсері бар. Қант мөлшерін төмендетеді. Ашығуды бастаған алғашқы күндерде қан құрамындағы қант мөлшері кемінде 30%-ға төмендейді. Бұл әсіресе гиперклемияға жақын жандарға пайдалы. Ағзада қант мөлшерінің төмендеуі әлбетте энергияның төмендеуіне әкеледі. Десе де, ашығуды жалғастыра берсе, қант мөлшері тұрақтанады. Қандағы триглицеридтерді қалыпқа келтіреді. Ашығу барысында қан құрамындағы триглицеридтер төмендейді. Соның арқасында күре тамырдың құрғау қаупі сейіледі. Жүректің жұмысына оң әсерін тигізеді. Жануарларға жасалған зерттеу нәтижесі жүректің жұмысын жақсартатынын көрсеткен. Араға уақыт салып, ашық жүректің бұлшық етін жақсартып, бос радикалдардың зиян тигізуіне жол бермейді. Екінші жағынан жүрекке қан тасымалдайтын тамырлардың жұмысын жақсартады. Қартаюды ұзартып, өмір сүру ұзақтығын ұлғайтады. Қазіргі таңда ашығудың ұзақ өмір сүруге пайдасы зор екені көп айтылып жүр. Қан айналымының жақсаруы өмірдің сапасына әсіресе әдемі қартаюға оң әсер етеді. Ашығу жалпы организмге сергектік беру арқылы өмір сүру ұзақтығын ұлғайтады.
ісікті қайтарады. Денеде ісіктің болуына түрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Солардың бірі бейберекет тамақтану рационы деп айтуға болады. Дұрыс тамақтанбаудың салдарынан бос радикалдар мен заттектерге қызмет көрсету басым болады. Нәтижесінде ісік пайда болады. Рафинатталған қант және көмірсутектерге бай тағамдар, алкоголь, ет, сүт өнімдері мен қуырылған тағамдар ісіктің пайда болуына әсер етеді. Бұған қоса ағзадағы метаболистік реакцияларда ісіктің пайда болуына әсерін тигізуі мүмкін. Яғни супероксид немесе сутек пероксиді секілді бос радикалдардың пайда болуын айтамыз. Тамақтан бас тарту арқылы ісіктің бетін қайтаруға мүмкіндік зор. Ашылу арқылы гормондар балансын қалыпқа келтіруге болады. Ол бірінші кезекте ісікке жол бермейді. Жасушалардың қайта түзілуіне оң әсерін тигізеді. Жыл өткен сайын ағза қартая береді. Ағза қартайған сайын зақымдалған жасушалар көбейе береді. Зақымдалған жасуша түрлі аурулардың бас көтеруіне әкеледі. Ал ашығу кезінде ағзада аутофагия, яғни жасуша деңгейінде болатын қалыпты регенерация процесі. Қарапайым тілмен айтқанда, кейбір аурулардың пайда болуына тосқауыл қою, ғұмырды ұзарту процесі. Алайда қайта өңдеу әрекеті тек май жасушаларын ғана емдемей, қалыпқа келмейтін өзге де жасушалардың өміршең болуына әсерін береді. Ашығу зақымдалған талшықтарды жояды. Бойдың өсуіне оң әсері бар. Диета немесе ашығу кезінде ағзада IGF-1 бойдың өсуіне әсер ететін инсулинге ұқсас фактор аз мөлшерде түзіледі. Дәл осы гормон ағзадағы рак жасушаларының таралуына әсер етеді деген болжам бар. Нәтижесінде IGF-1 мөлшердің төмендеуі обыр ісігінің оянуына, пайда болуына тосқауыл болады. Ашығу тек сау емес жасушаларды жоюмен шұғылданып қана қоймай, пайдасыз гормондардан да құтқарады. Ашыққан сайын энергия бөлінеді. Алланың жаратылысы керемет қой. Негізі жасушалар өздері бір-бірінің орнын толықтырып отырады. Олар қалай жаңарады? Ескі немесе қалдық жасушалар мен бактериялар ақуызды пайдаланады. Ақуыз жеткіліксіз болған кезде зақымданған жасушалар жинала береді. Ағзадан шықпаған соң қауіпті бактерияларға айналады. Аурудың басы міне осы. Осы токсин, бактерия, обыр жасушаларын жоятын бірақ нәрсе бар. Ол ашығу. Ашыққан кезде ағзадағы қалдық жасушалар шығарылады. Ал жаңарған жасушалардың өмір сүру ұзақтығы ұлғайып, энергия бөлінеді. Онымен қоса, ағзадағы қабыну процесі азаяды. Тұтынатын тағамдардың калориясы азайғасын, артық салмақта кетеді. Ал бұл ағзаның жақсаруына мол мүмкіндік. Зиянды ақуыздардың түзілуіне тосқауыл болады. Кейбір ақуызға бай тағамдар мидағы ісікті жандандыруға бейім болуы мүмкін. Ашығу немесе калориясы мықты тағамды шектеп тұтыну ағзада тітіркенуге әкелетін бос радикалдардың түзілуіне жол бермейді. Ол дегеніңіз ісік цитокині деген сөз. Және бұл процесс мидың ерте қартаюының алдын алады. Құрметті оқырмандар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Дендеріңіз сау болсын.